Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен Каусар. Бүгінгі видеода ислам тарихында маңызды рөл атқаратын Алланың пендесіне берген ғажайып нығметтерінің бірі Зәмзәм суы жайлы, оның тарихы, шипасы және дұғалардың қабыл болуына қалай себеп болатынын түсіндіретін боламын. Көп бауырларымыз Зәмзәм суының не екенін толық білмегендіктен, оны тек маркетинг деп ойлайды екен. Бұл қасиетті суды кәдімгі су ғой, бұндай су бізде де бар деген кезде жағамды ұстадым. Себебі Зәмзәм суының қасиеті дәмінде емес, адамға берер шипасында, шығу тарихында. Бәлкім көп адамдар бұл судың тарихын білмегендіктен солай айтқан болар деп ойлаймын. Сол үшін осы видеода оның, яғни Зәмзәм суының тарихында айтатын боламын. Осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Осыдан кейін сіздің дұғаңыз 100% қабыл болуына сенімдім. Зәмзәм суы ислам әлеміндегі қасиетті саналатын су. Ол Сауд Арабиясындағы Мекке қаласында Қағбаның жанында орналасқан Зәмзәм құдығынан шығады. Бұл су мыңдаған жылдар, ғасырлар бойы сарқылмай қажыларға қызмет етіп келеді. Зәмзәм суы әдеттегі сулардан ерекше минералдық құраммен ерекшеленеді. Онда кальций, магний, натрий сияқты элементтер көп. Ғалымдар Зәмзәм суының құрамында бактериялардың болмайтынын және оның ешқашан бұзылмайтынын анықтаған. Оның құрамындағы минералдар адамның денсаулығына өте пайдалы. Мұсылмандар бұл суды түрлі ауруларға ем ретінде қолданады. Тіпті хадисте пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: Зәмзәм суы қандай ниетпен ішілсе, соған пайдалы. Дәл сол сияқты, мысалы, жүрегіңіз ауырса, я Алла, осы менің жүрегімнің дертінің шипасын бере көр деп ниеттеніп Зәмзәм суын ішсе және оның қасиетіне сеніп ішсе, Алла тағала Зәмзәм суы арқылы дертіңіздің шипасын береді. Басымнан өткен жайт: ұлымды босанарда толғақ қысып жаным қиналғанда Алладан шипа сұрап, толғақ кезінде осы Зәмзәм суын ішкенімде толғағым жеңілдеп, Алла шипасын берген болатын. Зәмзәм суының қалай ішу керектігі туралы ережелері мен әдептері бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннеті бойынша құблаға қарап тұрып, ниет етіп, дұға етіп, бисмиллах деп 3 жұтыммен ішіп, әр жұтымнан кейін демалу керек. Ішкеннен кейін альхамдулиллах деп шүкіршілік етесіз. Ислам тарихындағы Құрандағы қиссаларға сәйкес, Зәмзәм суы Ибрахим пайғамбардың ұлы Исмаил алейхиссалам нәресте кезінде пайда болған. Алла тағала Ибрахим пайғамбарды әйелі Ажар анамыз бен кішкентай Исмаилды Мекке даласына қалдыруды бұйырған. Бұл Ибрахим алейхиссаламға әрине оңай сынақ емес, себебі әйелі мен баласын Араб жазирасына айдалаға апарып тастау басында қиын болды. Бірақ Алла тағаланың жоспары тіпті пайғамбардың жоспарларынан да хайырлы. Құрандағы қиссаларды оқи келе, менің түсінгенім, Алла тағала Ажар анамызды түрлі кекілжіңнен сақтап қалу үшін Араб жазирасына қоныс аударуды бұйырған. Бұның себебі де ұзақ әңгіме, толығырақ пайғамбарлар қиссасы деген кітапты кеңес етемін. Оқысаңыздар, Ибрахим пайғамбар туралы толық ақпаратты сол кітаптан білетін боласыздар. Ал Зәмзәм суы тақырыбына қайта оралсақ, Ибрахим алейхиссалам Ажар анамыз бен Исмаилды алып, Алла белгілеген жерге алып барады. Ол қазіргі Мекке қаласының орны, ол кезде құр шөл дала, ештеңе жоқ, ыстық мекен болатын. Ибрахим алейхиссалам біраз уақытқа жететін азық суларын қалдырып, шатырын тігіп, Ажар анамыз бен Исмаилды қалдырады. Сол кезде Ажар анамыз бірақ сұрақ қояды: бұл Алланың бұйрығы ма дейді. Сол кезде Ибрахим алейхиссалам иә деп жауап береді. Сонда Ажар анамыздың Аллаға деген сенімінің мықтылығы соншалық, онда бізге Алла ғана жеткілікті деп айдалада кішкентай емізулі баласымен шөл далада жалғыз қалады. Ибрахим пайғамбарға қаншалықты ауыр болса да, Алла тағаланың бұйрығы болғандықтан қайтадан Иерусалимге қоныс аудару керек болады. Ол кезде Мекке мен Иерусалимнің арасы 1 айлық жол, алыс жол болатын. Бірақ солай Аллахтың бұйрығымен Ибрахим алейхиссалам қайтады.
Ажар анамыз бірнеше уақыт кішкентай Исмаилмен сол жерде өмір сүреді. Бірнеше күндерден кейін олардың тамақтары да, сулары да таусылады. Сол кезде Ажар анамыз кішкентай Исмаилды емізетін омырауындағы сүті де таусылады. Сүт таусылғаннан кейін нәрестесі ашығып жылай бастайды. Ажар анамыз осы кезде тұрып, сол шөл далада Алладан жәрдем күтіп, су іздей бастайды. Сол кезде шөл далада екі үлкен төбе болады, Сафа және Маруа. Ажар анамыз бірінші Сафа төбесіне шығып, жан-жаққа қарайды. Жақын маңда адамдар жоқ па, керуен келе жатқан жоқ па деген сияқты жан-жақтан көмек іздей бастайды. Сонда Сафа тауынан Маруа жаққа қараса, бір жылтырлаған су көріне бастайды. Ажар анамыз Сафадан Маруаға қарай 400 метр жүгіріп барса, сағым екен. Жай ғана көзіне су елестеген екен. Сөйтіп Маруадан Сафаға қараса, су Сафадан көріне бастайды. Тағы да 400 метр сол жаққа қарай жүгіреді. Бірақ Сафаға барса, жоқ, сағым екен. Маруаға қараса, тағы да көрініп тұр. Тоқтамай осы Сафа мен Маруаның арасында 7 рет жүгіреді. Сөйтіп Маруаға келіп, сағым екеніне көзі жетіп, шаршап тұрған кезде Исмаил алейхиссаламның жатқан жерінен кішкентай табанының, яғни өкшесінің тұсынан бір жылтырлаған су көріне бастайды. Ажар анамыз сол кезде бір сағым ба екен, су ма екен деген екі ойлы күмәнмен баласының қасына жүгіріп барады. Барса, расында Исмаил алейхиссаламның өкше тұсынан су шыға бастайды. Ажар анамыз қатты таңғалып, отыра қалып, ағып жатқан суды екі қолымен көмгендей жинай бастайды. Сол кезде Ажар анамыздың сөзі зәм деп қайталай беріп, солай жинай береді. Зәм деген қазақшаға аударғанда жинал деген мағынаны білдіреді. Жинал деп бір көлшік қылып, су ішуге ыңғайлы қылып жинай бастайды. Содан бастап бұл қасиетті судың аты зәмзәм деп кеткен. Алланың құдіреті осы уақытқа дейін зәмзәм құдығы бізге әлі қызмет етіп келе жатыр. Тіпті шөл далада құмның үстінен шықса да өте мөлдір, таза, шипалы болып танылған. Ислам ғұламаларының есептеуінше бұл оқиға шамамен біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдары, яғни 4000 жыл бұрын орын алған. Бұл адамзат тарихындағы ең көне құдықтардың бірі. Ол ғасырлар бойы сарқылмай, қажылар мен Мекке тұрғындары үшін қасиетті су көзі болып келеді. Және барша мұсылмандар үшін де. Қасиетті су тек Меккеде орналасқан. Сондықтан қажылыққа барған мұсылмандар оны алып келеді. Сонымен қатар кейбір ислам дүкендерінде арнайы сертификатталған зәмзәм сулары сатылады. Зәмзәм суы тек денсаулыққа пайдалы ғана емес, рухани жағынан да ерекше маңызға ие. Оны ішкен адам шынайы ниетпен дұға жасап, Алладан жақсылық сұраса, дұғасы қабыл болады. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін баршаңызға алғысым шексіз. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, астына комментарий қалдыра кетіңіз. Және арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз. Осыған ұқсас қызықты видеолар менің арнамда көп және көптеп шығаратын боламын. Сіздермен бүгінгі видеода болған Каусар. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.